Салем достар, сіздермен Мачо Геймер. Бүгін мен сіздерге Атлетико Мадридтің Премьер-лигада Атлетико Мадридтің составын жасап көрсетемін. Ол үшін сіздер не үшін деген ой болуы мүмкін сіздерде. Оның бірі не? Санчо Реал 2 күн бұрын Атлетико Мадридтің составын жасаш деп жазған екен. Енді мен оның сөзін жерге тастай алмаймын. Қазір соны жасаймын. Егер сіздерге осындайлар өздеріңіздің командаларыңызды жасағыларыңыз келсе, маған осы видеоның комментариясына жазып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде жасаймын. Сосын осы видеоның мына файлды скачать ету үшін осы видеоның сілтемесіне кірсеңіздер деп айтамын. Осы видеоның сілтемесі дегенде ешкім түсінбей жатады. Ол үшін сіздер мынаны бассаңыздар, осындай шығады. Осындайды бассаңыздар, ол ашылады. Енді дәл осылай сіздер менің осы видеоның ендігі осы салып жатқан видеоның несіне кірсеңіздер, осындай шығады. Осыдан скачать дегенді басасыздар. Осылай шығады. Сосын скачать на телефон дегенді басасыздар. Ол көп уақыттарыңызды алмайды. Кем дегенде 1-2 минут алатын шығар. Тіпті одан да аз болуы да мүмкін. Қазір скачать етіледі ол өзі. Қысқада ғана бұл. Осылай. Сосын сіздер Зарчайверге кіресіздер. Зарчайвер. Оны Play Market'тен жүктеп аласыздар. Басқа түсеңіздер, Укидофтың Лейтс деген шығады. Осыны басасыздар. Басқан кездеріңізде қандай әріп екенін білмеймін. Осындай тұрады әйтеуір. Соңғы жағында Атлетико Мадрид деген тұрады. Атлетико Мадрид 19-20 зип деген тұрады. Осыны бассаңыздар, бір-ақ рет қана бассаңыздар, осындай шығады. Просмотр содержимого. Осыны бассаңыздар, осындай шығады. Chrome.free.ms.ds3. Осыны басып тұрасыздар да. Копировать деген тұрады. Міне, осы копировайтты басасыздар. Сосын міне Укидофтың Лейтс деген тұр. Осыны бассаңыздар, внутренняя память деген шығады. Осыны басасыздар. Басқан кезде Androidқа кіресіздер. Androidтан датаға кіресіздер. Датаға кірген кезде ең астында мындай тұрады, жасыл. Осыны басасыздар. Сосын применить это действие ко всем файлам деген шығады. Сосын применитті басасыздар да, заменитті баса саласыздар. Осылай шығады. Архив успешно растакован деп шығады. Сосын бәрінен шығасыздар да, Дремлигаға қайтадан кіресіздер. Дремлигаға кіресіздер қазір. Загрузка болсын. Осылай шығады міне. Кішкене ақау пайда болып мен ойында. Міне осылай шығады достар. Осылай кіресіздер. Міне состав дайын. Лемар, Тиаго, Коке. Қандай ойыншылар танымаймын. Триппер міне. Фран, Гимнес, Луис, Облак, Савич, Томас, Годин, Русалко, Сауль, Камеро, Корея, Габи, Диего Коста, Карраско бар әлі жүр екен ойында. Және Жоу Фелиш пен Алваро Мората. Достар, осылай келесіде кімді шығаратынымды өздеріңіз айтыңыздар, комментарияға жазыңыздар, мен оны міндетті түрде шығарамын. Бұл уәде. Келген. Реал Мадрид болса да Реал Мадрид, Ювентус болса Ювентусты шығарыңыздар, қалағандарыңызды шығарыңыздар. Осымен видео аяқталды. Видеоны лайк басып, каналға жазылыңыздар. Келесіде қай команданы шығаратынымды комментарияға жазып ұмытпаңыздар. Мен оны міндетті түрде шығарамын.